Кенесары Наурызбай тарихи жыр. Бұл дастанды Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалысына бастан аяқ қатысып, барлық оқиғаларды өзі көрген Нысанбай жырау Жаманқұлұлы шығарған. Нысанбай көлемді тарихи реалистік сипаттағы жырда Кенесары мен Наурызбайдың бейнесін батырлық эпос үлгісімен жырлап, ұлт-азаттық көтерілісінің соңғы кезін терең танып, үлкен ақындық шеберлікпен суреттеген. Ұлттық батырлар Кенесары мен Наурызбайдың психологиялық жағынан ең бір айқын айшықталған бейнесі жасалынған. Бұл жырды тарихшы ғалымдар да, жазушылар да өздерінің зерттеу жұмыстарында, шығармашылық қызметтерінде дерек көзі ретінде пайдаланған. Ұлт-азаттық көтерілістің ішінде жүріп, оның жалынды жыршысына айналған Нысанбайдың аузынан тараған жырдың себептерге орай тарихи жәдігер ретінде де, көркемдік ескерткіш ретінде де өте құнды дүние болып табылады. Жыр алғаш рет 1875 жылы Жантөрин мен Сейдалиннің аудармасымен «Записки Оренбургского русского географического общества» журналының 3-ші бөлімінде сөзі қазақша, әрпі орысша болып басылды. Қазақ тілінде 1912 жылы қазанда университет баспаханасында Жүсіпбек Шайхисламұлы жинап жырлаған жыр нұсқасы Қисса-и Наурызбай төре Қасым оғлы Қасым Абылайханов деген атпен жарық көрді. Диваев жинаған басығари нұсқасы Досмұхамедұлының алғы сөзімен 1923 жылы Ташкентте, Төреқұловтың алғы сөзімен 1924 жылы Мәскеуде жарияланды. Бұл басылымдарда Нысанбай жырауға үлкен қиянат жасалды. Көтеріліске тіл тигізіліп, мазмұн жағы мүлдем басқа арнаға түсті. Ысмайылов пен Бехожин Кенесарыға тіл тигізетін бұрмаланған жерлерді алып тастап, Нысанбайға тән үлгімен жырланатын нұсқаны 1940 жылы өздері құрастырған «Батырлар жыры» деген көлемді жинаққа енгізді. Жырдың түпнұсқаға жақыны 1875 жылы нұсқа мен толық та көркем үлгісі 1938 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының фольклор экспедициясының торғайлық Қашқынбай Қараевтан жазып алған нұсқа. Жыр Кенесары Наурызбай көтерілісінің шырқау биікке жетіп әлсіреген кезін, көтеріліс басшысы хан кененің мұздай қаруланған патша әскерінің екпініне тойтарыс беруге шамасы жетпей, атамекеннен еріксіз кетіп, торға түскен жаралы жолбарыс күйін кешкен күйзелісін бейнелейді. Нысанбай жыраудың халық атынан қос батырын жоқтаған мұңшерге толы зарлы жоқтау жырында көтерілістің өзекті арнасын үлкен ауқымды етіп, Кенесары Наурызбай ерліктерін бұрынғы батырлар жыры дәстүрінде бейнелейді. Эпикалық оқиғаға лирикалық сипат беріп, заман шындығын тебірене жырлайды. Жыр көркемдік қуатымен ғана емес, тарихи деректі сипатымен де құнды. Мұхтар Әуезовтің Кенесары Қасымов бастаған ұлт-азаттық көтерілістің тарихымен терең таныс болғандығын 1924-25 жылдары жазылып, 1927 жылы баспадан шыққан әдебиет тарихы оқулығында Кенесары Наурызбайдың қысқаша әңгімесі және Кенесары жырының мәнісі атты тараушалар жазып, алғашында жырдың оқиғалық ағымын, сюжеттік құрылымын зерттеп, екіншісінде жырды көркемдік тұрғыдан терең талдағанын көреміз. Мұхтар Әуезовтің тағдыры қиын болған шығармаларының бірі «Хан кене» пьесасы. Пьесасында Әуезовтің Кенесары Наурызбай жырындағыдай ұлт-азаттық қозғалыстың соңына қырғызбен болған соғысқа арнаған. Оқулықта жырдың фабуласына, сюжетіне шолу жасалып, мазмұны айтылған. Әуезов мұнда суреттелген оқиғаларға қатысты өзінің көзқарасын сездіре отырып, Нысанбай жыраудың ұлт-азаттық көтерілісінің жыршысы ретіндегі ақындық, адамдық бейнесіне де баға береді. Өз ойын білдіріп отырады. Жырдың көркемдік ерекшеліктеріне қатысты терең ойлар айтқан. Жалпы тарихи жырлар туралы, оның ішінде Нысанбай жыраудың шығармашылығы туралы кейінгі жылдардағы зерттеушілердің Кенесары Наурызбай жырына қатысты ойлары Әуезов ойлармен толықтай үндеседі. Мұхтар Әуезовтің 1924-25 жылдары айтқан Кенесарының қайғы екіншімен біткен жорығы қазақ баласының барлығына да қадірлі, қасиетті әңгімедей болып көп жайылған. Бұл жырдың көп жайылуына екінші бір себеп болған нәрсе Кенесары ісінің өзге батырлардың ісінен әлдеқайда ірі, әлдеқайда көлемді оқиға болғандықтан туады деген ойлары Кенесары тұлғасына да, Нысанбай жырына да берілген әділ баға. Мұхтар Әуезов еңбегінде Нысанбайдың шығармашылық бейнесі терең талданып, Абылайхан заманындағы бұқар жыраудың шығармашылық қызметінің өзіндік ерекшеліктерімен салыстыра көрсетілген. Бұқар жырауға қарағанда Нысанбайдың қолдың ішінде жүрген, әскердің барлық қиын қыстау соғыстардың басы-қасында жүрген жыраудың поэтикалық қызметінің қалыптасу себептерін нәзік байқағыштықпен ашқан.
әуезовтің нысанбайға берген бағасы өте жоғары. Өйткені Кенесары Наурызбай жорығы туралы кейінгі талай ақын талай түрлі өлең шығарса да, дәл Нысанбай жеткен өріске жеткен емес.